достар, қалдарың қалай? Менде бәрі жақсы. Екінші сыныпта аяқтап каникулдамын. Ақтауға қыдырып барып келдім. Ол туралы келесі видеоларда айтамын. Ал қазір Бурабай туралы айтамын. Сендер де Бурабай туралы білетін шығарсыңдар. Мүмкін ол жерде болған да шығарсыңдар. Бурабай бұл табиғатты керемет демалатын орын. Оның алып жатқан жері өте үлкен. Онда көптеген көлдер, орман, таулар бар. Ол Ақмола облысында орналасқан, Көкшетау қаласына жақын. Бурабай Астанадан да қатты алыс емес, 250 километр. Уақытпен айтқанда машинамен 2-2,5 сағаттан жетуге болады. Апаратын жолы өте жақсы. Автобан деп аталатын үлкен трасса. Бурабайда демалған бізге өте ұнады. Онда денсаулыққа өте пайдалы таза ауа бар. Ормандағы қайын ағаштар және басқа да өсімдіктер біз демалатын өтегіне шығарады. Ауаны тазартатын және оны пайдалы элементтермен толықтырады. Бұған қоса Бурабайда ауаны ластайтын өндіріс орындары жоқ. Бурабайда шомылған болатын көптеген көлдер орналасқан. Бурабай 80 көлдің саясында деген сөз бар. Яғни көлдердің саны өте көп. Оларды атап айтсақ, Бурабай, Шортанды, Қатаркөл, Шабақты, Майбалық және тағы басқалары. Мысалы, Майбалық көлінің суы тұзды және оны құрамында Менделеев таблицасының барлық элементтері бар екен. Сондықтан оның балығының емдік қасиеті бар. Бурабай өлкесінің ең биік тауы Көкше. Ол теңіз деңгейінің 997 метр биіктікте орналасқан. Табиғат өте шебер. Күн мен желдің әсерінен Бурабайда оқ жетпес, Жекебадыр, Жұмбақтас сияқты көптеген табиғат кереметтерін көре аламыз. Олардың бәрі өзінің пішіндерімен бір нәрсеге, бір фигураларға ұқсайды. Бурабай көлінің ортасында Жұмбақтас деп аталатын жартас бар. Осы Жұмбақтас Бурабайдың символы десек болады. Неге Жұмбақтас деп аталады? Өйткені ол әр нәрсеге ұқсайды. Мысалы, оның бір жағынан қарасақ, қызға ұқсайды, сұлу қызға ұқсайды. Ал екінші жағынан қарасақ, кемпірге ұқсап кетеді. Әркім әртүрлі нәрселерге ұқсатып жатады. Бір сөзбен айтқанда, шынымен Жұмбақтас. Аңыз бойынша, ертеде бір сұлу қыз оқ жетпес тауынан осы Бурабай көліне секіріп кеткен. Сол жерде осы Жұмбақтас пайда болған. Жалпы Бурабайдағы жер сулардың көбі аңыздармен байланысты. Мысалы, Бурабай атауы өзі де бір қасиетті бураға, яғни түйе байланысты қойылған. Ол түйе бұрын осы жерде мекендеген екен. Бурабай Қазақстанның Швейцариясы деп те айтайды. Өйткені Швейцария әлемдегі табиғаты керемет ел. Онда да таулы орман көлдері бар. Мен Бурабайға бұрын да барғанмын, ал соңғы рет
жақында мамыр айында бардым. Ол кезде әрине суға түсу маусымы басталған жоқ еді. Бірақ сонда да демалыс жақсы өтті. Біз Discovery Бурабай қонақ үйінде болдық. Онда отбасымен демалуға өте жақсы. Қызықты шоу-программалар, дәмді тағамдар, сыйлықтар болды. Таңертең кешке дейін қызықты және көңілді аниматорлар жүрді. Әртүрлі мастер-класстар да болады. Бурабай ұлттық паркінде қонақ үйлер, ем қабылдайтын санаториялар көп орналасқан. Жаз уақытында оларда демалатын адамдар өте көп болады. Тіпті бос орындар болмай қалады. Сондықтан алдын ала тапсырыс беру керек. Алдағы уақытта мен тағы да Бурабай туралы видео түсіремін. Ал әзірге осы. Енді осы видеоның аяғында Бурабай туралы өлең оқып берейін. Жалпы Бурабай туралы өлеңдер көп екен. Мен Мағжан Жұмабаев атамыздың өлеңінің өзінде оқимын. Арқада Бурабайға жер жетпейді, басқа жер ойды ондай тербетпейді. Бурабайдың көлі мен Көкшетауды көрмесең көкіректен шер кетпейді. Қиясы мен бұлт қошқар оқ жетпестей, басқа тау ойды аспанға өрлетпейді. Достар, каналымда келесі кездескенше сау болыңдар, лайк басуды ұмытпаңыздар.